Биыл Жетісу облысында 100 мыңнан аса оқушы жазғы лагерьмен қамтылады. Балалардың дені мектеп жанындағы орталықтарға барса, әлеуметтік санаттағы 9 мыңға жуығы қала сыртындағы сауықтыру лагерінде тынығады. Қазір аймақтағы демалыс орындары маусым алдындағы соңғы дайындығын пысықтап жатыр. Текелдегі жазғы лагерь теңіз деңгейінен 1200 метр биіктікте орналасқан. Демалыс орындағылар маусымға дайындықты көктемде бастады. Алдымен аула мен ғимарат ішін ретке келтірген. Одан кейін қауіпсіздікті қамтамасыз ететін сыртқы бейнебақылау камераларын орнатты. Жалпы дайындық жақсы, 100% деп айтуға болады. Соңғы абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. 2011 жылы ашылды. Жобалық қуаттылығы 220 бала. Яғни жаз бойы 1300-1400 балаға дейін қамти аламыз. Жетісу облысында биыл 250 оқушыны тарихи-мәдени орындарға апару көзделіп отыр. Жеткіншектерді жазғы демалыспен қамту үшін өңірде 620 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Тиісті мекемелер анықталып, тексерістен өткізілді. Қауіпсіздік ол басты назарда. Барлық лагерлерде бейнебақылау камералары орнатылған. Сонымен қатар арнайы күзетпен қамтамасыз етеміз. Қоршаулары бар. Олардың балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әр топтарда жетекшілері болады. Денсаулығын қамтамасыз ететін медицина қызметкерлері. Сонымен қатар әртүрлі құқық қорғау органдарынан да кездесулер өткізіп, сол қауіпсіздік бойынша жұмыстар жүргізіледі. Жасөспірімдер облыстағы 12 лагермен қатар Алматы, Қонаев, Көкшетау қаласындағы сауықтыру орындарына жіберіледі. Жалпы биыл өңірдегі 120 мыңнан астам оқушының 85%-ын жазғы демалыспен қамту жоспарланып отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, 24 KZ, Жетісу облысынан.